көңілді бір басу үшін. Ел ағасыз, тон жағасыз болмайды дегіле, тұғырға төрге ел бастаған ағалар қауымын көтергенді жөн көрдік. Атап айтқанда, Еркінбектей атамыз, Айдархан атамыз, Тұрлан ағаларымыз, Балдырбектей аталар, Әсеттей ағаларымыз келіңіздер. Әдемі ақтілек аққаталарыңызбенен думанды тойымызды ашып беріңіздер. Төрдің көрейік. Керемет той құтты болсын. Ағайын асабатты терлеткен елдің үлкен дариялары, әулеттің батагөй қариялары, ел үшін ерен еңбегі бар ағалар тұғырдан төрден орын теуіп жатқан жайы бар. Әрине, ата деген ақылшың асқарында үйрететін білгенен жас қауымға, сыйлай білсең атаны зетменен бақ береге тұрақтар бастарында дегеле жақсы бір тілектің бастауын қазірде Қазығұрттей тектелдің батагөй атанып жүрген Еркінбектей атамыздан бастасақ. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aynalayın köpçülük, assalamu alaikum. Mınау келген, тойға келген қадамдарыңыз құтты болсын. Құда қаласа, осы көпті жиып, той беріп атқан Серік балам, Балдырбек, келіндерім, жасап атқан тойларың құтты болсын. Ортамызда құда қаласа, құдалардың келген қадамдары құтты болып, Boyaqda, bizler aman bu ortamızdadır, niyetinden bakıtım olup, östüm olup, ömürlü şümürlü bala versin, salatın kırtını köre verirdi. Рахмет, ата рахмет. Иншалла тілегіңіз қабыл болсын. Атамның тілегіне шапала құрғандардың маңдайына осыдан пысап, бір әулеттің абызы болу жазсын ағайын. Болып жатса, көңіл толып жатса демеп отырайық. Жақсы тілек, жақсы ниет Айдархан ата өзіңізден. Рахмет. Ал көпшілік қауым, мына бүгін алтын уақыттарыңызды бөліп, біздің Балдарбек ініміздің қуанышын бөліскен келгендеріңізге үлкен рахмет айналайын барлықтарыңызға. Отбасыларыңызға амандық, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Ұлды ұяға, қыздық тияға қондырып үлкен той көріңіздер. Осы той жұғысты болсын барлықтарыңызға. Жақсы сөз жарым ырысты, мына атамыз сондай жақсы тілектер айтып отыр. Соның бәрі құт болып, береке болып, қызымыз барған жерде судай сіңіп, тастай батып, сол елдің намысын жоғары көтере берсін демекшім. Ал балам, қызым демізен қыз біздікі болып, мына бүгінгі шаңырақ көтерген шаңырақтарың биік болсын, босағаларың берік болсын. Алға қойған үлкен мақсаттарың орындалып, ұлды қызды болып, жақсы өмір сүруге тілектестік айналайын. Ақ жол, ал құдалар, келген аяқтарыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Ертеңге келатқан барлықтарыңызға мынау 1 май мерекесі құтты болып, көрдіңіздер ме қандай? Мерекемізді, мереке қуанышымызды арғарай жалғастырып атыр. Барлықтарыңызға құт береке, Алла тағала әйтеуір қайда жүрсеңіздерді қолдап жебеп жүре берсін деймін. Жақсы жолдарыңыз болсын Алла. Рахмет ақсақал, иншалла. Тілегіңіз қабыл болсын, ниетіңіз қабыл болсын. Тұрлан көке. Айналайын Ақбота қарағым, мінекей бүгін үлкен, мінекей әулетімізде үлкен той болып жатыр. Мына жақтан мінекей құрметті құдалар, құда болып жатқандарымыз құтты болсын сіздермен. Барған жерде бақытты болсын Ақбота қызымыз. Серікжан келін екеуің айналайын, алғашқы тойларын көселерін, мінекей қуаныштарыңа ортақпыз. Қуаныштарымыз жағынан сүйіндірсін. Бақытты болсын жастар. Рахмет. Жақсы деді Айзат аға, өзіңізден. Ал құрметті көпшілік, жиынға қатысушылар, Балдырбек көке, Дәуре жеңшем көрінбейді. Дәуре жеңше, тойларыңыз құтты болсын.
жаңа құдалар, құдалықтарыңыз құтты болсын. Енді теке, енді сіздер қызметте деп есептейміз енді. Мына той Балдырек көке мен Зәуре жеңешемнің тойы деп енді ешқандай қарсылықтарыңыз жоқ шығар енді. Сол үшін енді Балдырек көкеме айтамыз, мына тойларыңыз құтты болсын. Осындай тойлар әрдайым бола берсін. Мына секеңнің енді тойының жаңа нені қазақта айтады ғой, таптың аузы ашылып деп. Енді осындай тойлар көп бола берсін. Құдай қаласа Балдырек көке, мына бірінші тойларыңыз, немереден бірінші той қойды. Құдай қаласа енді жеңешең екеуміз мынау шөбере той көріңіздер. Соған Құдай жеткізсін. Сіздердің жаңа алда айтып отқан жақсы әңгімелеріңіздің бәрі Алла құлағына шалынып, періштелер әумин деп орындала берсін. Мына Ақбота қарындасым, мына күйеу бала бүгін бір енді керемет кеш болып отыр. Мынау екеуі енді жаңа семья құрып, Құдай қаласа мынау өмірде бір-ақ нәрсе айтайын, енді жақсы сөз. Бақытты ғұмыр кешіңіздер. Мынау өмірлеріңіз мәнді, сәнді болсын. Дендеріңіз сау бол, тек қана ата-аналарыңызға жақсы нәрселер көрсете беріңіздер. Сіздер тек қана қызығушылықтарыңызға келейік. Той қосыла берсін, бәрімізге осындай жұғысты болсын, тек қана жақсылық болсын. Рахмет. Рахмет аға, иншалла. Тілегіңіз қабыл болсын. Балам, немерем жаным дейді. Бүгін Балдырбек ағамыз жанын ұзатқалы тұрған жайы бар. Ендеше тобықта сөздің түйіні аға өзіңізден. Құрметті қонақтарым, мынау алғысым шексіз сіздер үшін. Осындай мені қуанышына бөлісіп келіп отқандарыңызға көптен көп рахмет. Жаным ботам, міне кеше ғана кішкене қызың бүгін бой жетіп қалыпсың. Жаным, мына ата салтын дәстүрін қуып, Құдай қаласа бір елдің үлкен бір келіні болайын деп olsun жаным. Енді сол барған жеріңде әулетті байыт, бақыт ет, қуан, перзент сыйла жаным. Одан басқа мен не айтам? Мына барлық осы ата бабаның әке шешенің жолын берсін жаным. Мына күйеу бала екеуің бақыт болыңдар жаным. Мына тірлігімнің тірегі едің, тірегіме тірек қосылды. Лүпілдеп соққан жүрегім едің, жүрегіме жүрек қосылды. Жайқалып өскен гүлім едің, ұзақ болсын өмірің жаным. Мына ұрпақты бол, ырысты бол, барған жерінде судай сіңіп балдай бат жаным. Көсілден аулақ бол жаным. Мына бүгінгі той бәріңізге осындай құтты болсын. Мына алғашқы немеремді болғанда кейін ба, бұлай толқып тұр. Осындай қуанышта. Бәрімізге осындай той жұғысты болды. Рахмет. Рахмет. Айтылған тілек, берген бата жастардың басына бақ болып тарысын. Әр уақытта өздеріңізді тойдың басынан көрейік, қасынан көрейік. Бір сөзбен айтқанда ұрпақтарыңызбенен мың жасаңыздар. Енді билет ойнатып әрі қылмай-ақ қойын, әдем ағдастарғанан орын төгіп қойсаңыздар. Жайғастырып қойайық. Ал ағайын аттыққан көңіл басында тойға шашу шашылды. Бүгінгі біздің ұлы той елі қалары азаматтардың, қазанаттардың арқасында салтанат түрде ашылды ағайын. Ақ дастарханымыз ашық, дастарханнан дәм алып, бүгінгі тойда бір билеп дем алып қайтыңыздар. Ендігі кезекте жақсан жүректен жол табады деген ниетпенен той төріне Төле бидің дүлдүлі, халық сүйген бұлбұлы, қазірде оңтүстіктің бір маңдайға біткен жұлдызы болып жүрген Гауһардай әнші қыздарымыз жақсанымен келеді. Шабытына шабыт беріп ағайын Гауһарды қарсылайық ортаға. Дәмдеп қал. Кешір құрмет ағайын, тойларыңыз құтты болсын, той боласын. Қасиетті халқымның дәстүріне куә болып ғасырлар жаттау сірә. Қариялар бар
атасын бередеген, ана деген ақ тілеу керек екен. Жақсы дәстүр, жақсы сөз игі тілек ұрпақтарға жалғасып келеді екен. Таймай шіркін қазақтың келіндері-ай, көл дария секілді бейілдері-ай. Абысын тату болса, аз көп деген мақалдың айтылуы тегін беді-ай. Абысын тату болса, аз көп деген мақалдың айтылуы тегін беді-ай. Ардақ тұтқан ағыным бауырымдай, ізеті бол қазақтың келіндері-ай, махаббаттың баршаға қадірімді. Қазақтың келіндері-ай, көл дария секілді бейілдері-ай. Келіндер арқасында босағадан іргесі құда жекжат сөгілмейді-ай. Келіндер арқасында босағадан іргесі құда жекжат сөгілмейді-ай. Қазағымыздың елдері көбейе берсін, құрметті ағайындар. Аймай шіркін қазақтың келіндері-ай, көл дария секілді бейілдері-ай. Келінсіз бір шаңырақ көтерілмей, келінсіз бір кереге керілмейді-ай. Аймай шіркін қазақтың келіндері-ай, көл дария секілді бейілдері-ай. Келінсіз бір шаңырақ көтерілмей, келінсіз бір кереге керілмейді-ай. Келінсіз бір шаңырақ көтерілмей, келінсіз бір кереге керілмейді-ай. Қазағымның келіндері, қазағымыздың әрбір қызына келін болуды жазсын, ана болуды жазсын. Ақбота қызымыз келіндердің алды болып жүре берсін. Келесі орындалатын тек қана өздеріңіз үшін көңілді болыңыздар, құрметті ағайындар. Қазағымыздың келіндеріне қошемет баяндаймыз. Сыңғырған таулы жерге құлаған қызық еді өзіңменен өткен күн. Көз алдымда жаным кескен күндер қайда қарағам, дір еткізген
сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху вассаламның қос көршісі болған екен. Сол қос көршінің әйелдері бір күнде бір мезетте босанып, біреусі ұл, біреусі қыз босанып, сол кезде ұлдың әкесі пысықтау болып, бірінші келіп пайғамбарымыздан сүйінші сұрапты. Сүйінші, келініңіз ұл тапты деп мақтанып. Ол кісіге күлімсірей қараған пайғамбарымыз сыртта қора бар, қораның ішінде қой бар. Сүйіншіге сол қойдан бір қой алып кет деген екен. Қуанған ұл әкесі бір қойды жетекке алып қораға байлап жатса, қыз әкесі сүйіншілеп пайғамбарымыз үйіне кіріпті. Сүйінші, келініңіз қыз тапты деп мақтана. Ол кісіге де сол жауапты қатып жатыр дейді, сыртта қора бар, қораның ішінде қой бар айналайын. Сүйіншіге сол қойдан екі қой алып кет депті қыз әкесіне. Қуанған қыз әкесі екі қойды жетекке алып көшеде кетіп баратқан ұл әкесі көрмей ма? Сол кезде ұл әкесі келіп пайғамбарымызға қапашылығын білдіріпті. Ойпырмай, ұл босанған, бірінші болып сүйінші сұраған менің сүйіншіме бір қой бердіңіз де, кештетіп келіп сүйінші сұраған қыз әкесіне неге екі қой бересіз деп. Сол кезде байыппенен жауап берген екен, ұл дегенің өскеннен кейін өз елінің қамын ойлайды, қыз дегенің жат жұрттық, қай елге барса да, қай жерге барса да, екі елдің қамын бір ойлайды деген екен. Олай болатын болса, біздің Ақботадай сұлу жібегіміз екі елдің қамын бір ойлап, мың жылдық құдалықты мәңгілік жекжаттыққа ұластырсын дегендер бір қошемет беріп қойсаңыздар болады. Осындай тілекпенен, осындай ниетпенен мен тұғырға қос аққуымыздың ата-анасын көтергенді жөн көріп жатырмын. Серік аға, Роза жеңгей, менің қасыма жақындаңыздаршы. Сәкен қайда? Бүгінгі тойдың ең құрметті қонағы сіздерсіздер негізінде. 100 жасасын дегенде шабала құрып қойсын Серік аға. Біраз адам танымайды ғой дейсіздер. Роза жеңгей 101 жасасын дегенде шабала құрып қойсын. Жеңшем бір жыл болса да тыныш өмір сүрсін да. Ал, той құтты болсын. Алаш жинап, елді жинап жасап жатқан. Енді бүгінгі күн өздеріңіз тұғырға төр көздіріп отқан, өзі мықты, қадамы құтты болып келіп отқан жандар құдаменен Гүлмирадай алтын құдағиды тұғырға көтерсек деген ниет. Бидің ойламас, тұғырға барып, төрге барып, құдағимен құданы тұғыр